Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Лөпілдеріңіз бен пікірлеріңіз үшін мың сан алғыс. Иә, Ерлан тергеушінің әңгімелер жинағы аяқталып келе жатыр. Бүгін соңғы бөлім. Осы әңгімеден кейін автордың Ерлан тергеуші жайлы бір-екі туындысы ғана қалды. Осы жердегі көптеген оқырманның Ерлан тергеушінің әңгімелерін көбірек шығарсаңыздар, көбірек жазсаңыздар деген ниеттерін, пікірлерін орындай алмай қалуымыз мүмкін. Өйткені автордың марқұм Ерлан Ізбасаровтың жасаған істері туралы білетін әңгімелері осылар ғана. Алда бір-екі туындысы бар. Содан кейін Ерлан тергеушінің әңгімелері жабылады. Ал сіздердің пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз каналдың жұмыс жасауына үлкен әсер ететінін тағы да ескертеміз. Бұл каналда тек өмірде болған әңгімелер ғана жазылатыны бәріңізге белгілі. Бастайық. Куәгер. 6 бөлім. Мен біраз жақсарып, жеке палатаға жаттым. Жанат жиі келіп, ақыл кеңес алып отырды. Доста аянып қалмай көмегін беріп, ақыл қосуда. Надираның тырнағының астынан табылған азғана тері қалдығы Мерейдікі болып шықты. Мерей сол особняктың иесі еді. Басқа тікелей тағатын айғақтың бірі шәуіттер, сперма. Олар да осы төртеуінікі. Ағзаға су кірмеген соң іште қалған ол да өте маңызды дәлел еді. Соның өзінде төрт оңбағанның адвокаттары оларды ақтап алғылары келіп, түрлі амал тапты. Бірінші айтқандары, Ақтасова өзі солармен еріп особнякқа барған. Сосын төртеуімен де жыныстық қатынаста өз еркімен болған. Сосын сол жерден өз аяғымен шығып кеткен, деді. Мерей қыз тырнағының астынан алынған тері қалдығына, ол қыздың қатынаста болып жатып, арқаны тырнайтын әдеті бар екен, солай тырнап алған деген анықтама жазыпты. Надираның өлі денесіне келген мәселеге түнде төртеуміз есік алдына шықсақ, Надираның өлі денесін көрдік, есіміз шықты, кім өлтірді, қалай өлтірді білмейміз. Күзетші жоқ, қашып кетіпті. Қызды аямай ұрып өлтіріпті. Қатты шошыдық. Сосын жыныстық қатынаста болғанымыз есімізге түсіп, төртеуміз ақылдасып, өлі денеден құтылуды ойластырдық. Суға тастадық та, су бәрін жуып кетеді деп, аяғына ауыр затты әдейі байлауды ойластырдық. Қызды суға батырып қойып, қорқып тығылып отырдық. Қорыққанымызды басайық деп бір арақ іштік. Кезекпен кезек қалаға шығып, не болғанын біліп тұрдық. 15 күндей тыныш болып, күзетшіні таба алмадық, деген. Қаныбек мәселесіне берген жауаптары, ол жігітті танымаймыз, ол жігіт қашаннан бері жертөледе жатқанын білмейміз, оны дәл сол күні жертөледен алып шыққанда көрдік, оны кім әкелді, қашан әкелді білмейміз, қолымызды тигізбедік, деді. Осыны ақылдасқандай төртеуі де айтты. Бөлек камерада отырса да, күзетшіден көруді төртеуі бірдей айтты. Оларға бірдей ақпаратты айтуды орталарында жүрген адам ескерткен ғой. Кінәлі деп сол жердегі күзетшіні айтты. Ол күзетші де ұсталып қамауға алынғанда, ол қылмысты толық мойындапты. Соны естігенде мен ашуланып қайта ауырып қалдым. Ол күзетші бұрын сотталған, тіпті алдыңғы істі болғаны да адам өлімі екен. Оның берген жауабы, мен жезөкше қыздар жек көрем, сосын мына еріккен бай балаларын да жек көрем. Сол үшін қызды аяусыз ұрып, буындырып, өлтіріп, үйдің ауласын әдейі тастады. Бір оқпен екі қоянды атып рақаттанғым келді. Бай балаларын қыз өлімі үшін жауапқа тартқызғым келген. Байдың балалары қызды көміп тастаса, ортаға адам салып әшкере етем деген. Олар өзенге лақтырды. Мен өзенге түсіп, қыздың аяғын босатып, ауыр темірдегі жіпті де шешіп алдым, депті. Бір қарасаң дәл солай жасаған сияқты. Темір тордың есігін тоздырған бәле қылмыскер өз тарапынан әдейі ешқандай із қалдырмағанын айтыпты. Пақ шіркін. Жанаттың аузына аңқитып, төрт қанішер жауызды сүттен ақ судан таза жасамақ. Тіпті Қанабекті де өзі ұстап алып жертөлеге қамап қорладым, депті.
Осыны Жанат айтқанда ызадан жарылайын деп айтып берді. Ереке, 4 қылмыскер шығып кете ме? Мына күзетші бәле болды, деді. Олар ешқайда кетпейді. Қамауда отырған отырады. Сен әрқайсымен жеке сөйлесіп шындықты шығаруың керек. Араларында жылау, қорқау бар ғой. Соған біраз қысым берсең айтуы керек. Ойбай, Ереке, адвокаттар жолатпай отыр ғой. Дәлел айғақтарын көлденең. Жас жігіттер қорыққандарынан қыз денесінен құтылғанын мойындап отырған қанішер бар деп, менімен сөйлесулерін рұқсат бермей отыр. Қап, не істесек екен? Сен сол күзетшіні зерттеші. Оның да осал жері болуы мүмкін. Байсымақтар істі мойындап сотталсаң, ол жақта қолдау болады деп отырған бұлар. Сосын ол сорлы сотталғанда жүргіш қыз өлімі үшін ештеңе болмай, сол жақта патша болам деп ойлап отыр ғой. Былай жасашы, мені жолықтыр. Ереке, болмайды, ауырып қаласыз. Іс бұрмаланып жас қыздың қанішерлері құтылса, мен ашудан өліп кетем. Ереке, олай демеңіз. Жәке, бүгін кешке мені жолықтыр. Қазір маған сол күзетші туралы не анықтадың? Алдыңғы істі, өмірі туралы ақпаратың бар ма? Қалдырып кет. Бар, Ереке, әкел бер. Сосын күзетшіні терең қаз. Жанат папканы стол үстіне қинала қойды. Жәке, олардың алдында осалдық танытпа. Бәрін заңмен жаса. Сендегі айғақтар мен дәлелдер нақты. Сосын Қанабек жазылады. Ол өз куәгерлігін айтады. Мықты бол. Қанабекті күні-түні агенттерім қарап отыр. Қасынан ұшқан шыбынды да зерттеп ұшырады. Біздегі басты козыр Қанабек. Сол аман болсын. Жарайды, Ереке, мен кездесуді реттейін, деп шығып кетті. Кешке дейін күзетшімен сырттай таныстым. Алдыңғы ісін зерттедім. Одан кейінгі өмірін шолып өттім. Қап, ауруханада жатпасам, осы сұмырайдың өткен өмірін толық зерттеп, мына сұмдық өмірлікке кететін іске неге келісіп отырғанын анықтар едім. Не істесем болады? Енді тек Жанатқа сену ғана қалды деп, кешке дейін бас көтермей күзетшінің осал жерін ойлаумен болдым. Осал жерін тапқандай да болдым. Аурухана төсегінде болмасам, бұдан көбірек табар едім. Жарайды, ең құрығанда осыны қолданайын. Онымен кездескендегі айтатын сөзімді сарапқа салдым. Кеш бата Жанат келіп, тергеу изоляторына бардық. Күзетші келді. 60-қа таяп қалған, терең ойлы, арық келген, қысқа шашты, салмақты адам екен. Алдында бізге қақпашқан күзетші емес. Иә, 2 күзетші бар деп еді ғой. Той жасаған жігіт. Сен 2-ші күзетші болдың ғой, дедім іштей. Мен ізбасар Берлан болам. Сенімен сөйлеспейм, сен менен сұрақ жауап ала алмайсың. Оған құқығың жоқ. Ізбасаров, сені таним, бұл іске тұмсығыңды сұқпа, деді зілдене сөзімді бөліп. Дұрыс айтасың. Мені танитыныңа қуаныштымын. Сенде иісшіл итті бәрі таниды. Өте жақсы. Өте жақсы. Әсіресе темір тордың арғы жағы менің кім екенімді біледі. Әрине біледі. Сен легендасың. Иісшіл ит. Мен туралы айтқанда, мені өтірік жаламен біреуді жапты деді ме? Ол жағын анықтамадым. Ол маңызды емес. Енді тыңда. Мен әр ісімді адал атқарып жүрген адаммын. Оны маған несіне айтасың? Мақтанып отырсың ба? Әлде зектар жиналып ескерткіш тұрғызсын ба? Тыңда. Зектар мені қаншалықты құрметтейтінін сен біліп отырсың. Мен туралы ақпаратқа қанықсың. Мен бастаған ісімді соңына адал жетіп, соттан әділ үкім алып қызмет жасайым. Ей, мақтанбаш, басымды ауырттың. Сен мойындап кеткелі отырған істе мен зерттеген жұмыс.
Жарты жолда мен ауырып қалдым, бірақ ісім бұрмаланып, жауыздардың бостандықта жүргенін қаламайм. Саған байсымақтар көп уәде беріп, алтын таққа отырасың деген шығар. Олардың хайуан балалары өмірлікке кеткенше, сен ары кетсе 20 жыл отырасың, сол жақта патша боласың деген шығар. Ал енді ойлашы, сен абақтының қақпасынан кірмей жатып, кімдердің жүгін көтеріп барғаныңды олар естімейді ме? Естиді. Ол жақтағылар сот үкімін шығармай жатып, бәрін біліп, естіп отырады. 15 жасар пәк қызды қорлап зорлағандардың шашбауын көтеріп барған сені олар патша қыла ма? Әлде ол жақтың өз заңы мен өз соты барын ұмыттың ба? Саған несіне сөзімді қор қылам? Сен ол жақта болдың, бәрін көрдің, білесің. Мені таниды екенсің, атқарған істеріме қанықсың. Мен қаматқан жауыздарды да кездестірген боларсың. Ары қарай ойлан. Мен ашқалы жатқан іске кедергі боласың ба? Жоқ па, өзің шеш. Сен бұлай да сотталасың. Сол жерде болып жатқан жайды айтпағаныңа да жауапқа тартады. Сен кедергі болмай көмектессең қалай боласың? Кедергі болып сотталсаң қалай боласың? Таразыға сал. Дедім де орнымнан тұрдым. Есікке жақындап бардым да, сенің алдыңғы ісіңді мен зерттеген болсам, сені қаматпас едім. Ол кезде сен адамды абайсызда өлтіріп алдың. Негізі қанішер емес едің. Деп шығып кеттім. Күзетші үндемей отырып қалды. Ауруханаға келіп тыныш ұйықтадым. Күзетшінің жүрегіне жеткізгенімді түсіндім. Біраз күннен кейін Жанат қуанышпен келіп, күзетші бәрінен бас тартқанын айтты. Тек бас тартып қоймай, байсымақтардың үгіттеп, мойның ал деп көп уәде бергенін де айтыпты. Қызды зорлаған түні ол жерде болмағанын, Қанабекті де әкелгенін білмейтінін айтып та, жазып та беріпті. Дәл сол күндері алибиі бар екен. Бәрін біліп, көріп жүрген екінші күзетші екенін жазыпты. Жанат енді күзетшінің алибиін анықтап, қатысы бар жоғын дәлелдеуге кірісіпті. Мерейдің әкесі демалып жатқан күні бұл күзетшіні тауып, осы істі мойындасаң отбасыңа көмектесем. Отбасың таршылық көрмейді, түрмеде де қысым болмайды, қорғайтын ортаға түсесің. Ол жерде де қысылмай жатасың деп уәде берген екен. Екінші күзетші тез қамауға алыныпты, ол Мерейдің анасының туысы екен. Талай жаман тірлік жасап, Мерейдің әкесі құтқарып, ақша төлеп шығарып жүргендіктен ол бұл отбасына қарыздар болған соң, сол уақиға туралы жақ ашпапты. Жанаттың алдына отырмай жатып зарлапты. Бәрін Мерейдің әкесінен көріпті. Мерейдің әкесі алдымен оған бар қылмысты мойында деген екен, ондай қылмыс көтеріп түрмеге түскенімше қазір өле салғаным артық деп келіспепті. Сосын басқа күзетшіге жабысқан екен. Ереке, мына күндері осы шаруаларды атқарып келе алмадым. Адвокаттар ашуланып, аналары шаштарын жұлып жатыр, деді. Жақсы, өте жақсы. Ереке, ол бас тартып бізге көмектесуіне қалай жол аштыңыз, оған не дедіңіз? Деп көзіме қарап отыр. Ол мені таниды екен. Темір тордың ар жағынан танып келген екен, дедім. Жанат жымиып басын изеді. Иә, қандай қанішер болмасын, өзі жасаған ісін нақты дәлелдеп, мойнына ілгенде сол тергеушіге деген құрметі болады. Адам өлтіріп, қанішер болып өмір сүруде оңай емес. Кейбіреулері соны ашып дәлелдеп, соттатқаным үшін рахмет те айтады. Адам қанын көтеріп жүру оңай өмір емес. Іс ары қарай жалғасты. Төртеуіне мойындату оңайға түскен жоқ. Әкелеріне, ақшаларына, адвокаттарына сеніп біраз шіренді. Жанат біраз қиналып қалды. Жәке, сен маған қысылмай келіп айтып отыр. 4 қылмыскерді жақсылап зертте, осал жерлерін тап. Олар бір жерден сынады, себебі олар қарапайым адамдар.
Мына қылмыстары бірінші. Егерде бірнеше рет сотталған заңның қыр-сырын білетіндер болса, сынулары қиын болады. Ал бұларды сындыруға болады. Әр сөзіне мұқият бол, отбасын зертте. Ол жігіттер бір жағынан еріккеннен осындай болса, екінші жағынан олардың сондай жауыз болуларына біреу кінәлі. Бұл байсымақтардың отбасында жауыздық бар. Психикаларын бір кезде бір жай бұзған, соны анықта. Баршылықта асып тасқан отбасының бар баласы бұндай жауыз емес. Бұл төртеуін бір жағдай қосты, соны анықташы. Бұлардың балалық шағын зертте. Сыныптастарымен сөйлес. Класс жетекшілеріне жолық. Осыларға уақыт бөлсең, олар қай кезде өмірді жек көріп, адамзатқа деген қатыгездік пайда болғанын анықтайсың. Сол кезде бұларды сындыру оңай. Дәл ауруын басасың. Жүрегін оятып, көздерін ашасың. Жәке, бір жол сол, дедім. Ереке, мен сізге емделуге де жол бермедім. Тәжірибем жетіспей қайта-қайта келе берем. Дөкеде егер ерекең болса не істер еді? Ерекең қандай ақыл қосар еді деп жиі айтады. Бұл бір қиын іс болды. Қанабек әлі жауап бере алмайды. Адвокаттары да мықты болып қинап жіберді, деді Жанат басын салбыратып. Жәке, олар бәрібір жазасын алатындарын білет, сол үшін түрлі айлаға барады. Мана болып жатқандар түк емес. Орыстар айтады ғой, это еще цветочки, а ягодки впереди, деп. Сондықтан бұлар әлі талай шығар жол іздейді. Ең соңғы жасар істері естері ауысқан жындылар дегенге баратын шығар. Ол да мүмкін бе? Мүмкін, Жәке, мүмкін. Дулатов кіріскен жоқ па? Ол бір рет кездесуге шақырып ақыл кеңес айтқан болды, аздап жол сілтеген болды. Шыны керек, сөзіміз жараспады. Солай боларын білгем. Оның қолына түскенде ана күзетшіні қаматып төртеуін босатар еді. Қанабек жақсарып келеді, асшы да сол кезде бәрі орнына келеді. Сіздің жігіттеріңіз жарады, жақсы көмек беріп жатыр. Науқасқа бөтен адам кіргізбейді, медиктердің өзін тексеріп естерін шығарады екен, тек өз дәрігері мен медбикесін еркін кіргізгенімен қастарында қақиып тұрады, дейді анасы. Мен палатасы ауысқан соң бармадым. Бара берме, көзге түсудің қажеті жоқ. Анасы қалай? Ой, бейшара ана бір өліп тірілді. Өгей әкесі. Ол кісі сіз сияқты жүрек талмасына ұшырап ауруханаға түскен. Қазір кішкене жақсы. Қиын болған екен. Анандай сұмдықты көрген адамның жүрегі шошымауы мүмкін емес. Иә, бұл төртеу азаптауға келгенде бәрінен асып түсті. Жақсы, Ереке, мен енді сол төртеуін зерттейін. Келе алмай қалсам түсінерсіз. Жақсы, ісіңе сәттілік. Жанат кеткен соң бақшаға шығып таза ауа жұтып жүрмін. Ауруханада жатқаныма бір ай болыпты. Аз күнде үйге шығам. Зағирашымды бала-шағамызға жібергем. Палатада жалғыз жатқаным жақсы болды. Дәл кабинетімдегідей қағазға толы. Дәрігер әрдайым, сіз осы ем алып жатсыз ба, жұмыс істеп жатсыз ба? Науқас, мына қағаздарды құртыңыз, деген. Жұмысым мені өмірге сүйрейді ме, өлімге сүйрейді ме? Құр жатып қалай емделем, білмеймін. Қазіргі уақытта Жанат менің екінші бөлігім сияқты, оған сеніп, сәлде болса тынығайын деп қағаздарды жинап тастадым. Жанат мен айтқан ақылды тыңдап, 4 қанішерді зерттеді. Олар бай қуатты отбасында өмір сүре тұра, мейірім көрмеген жандар екен. Отбасыларындағы қатыгездік оларды тым қатты мейірімсіз қылған екен. Мерей жалғыз ұл бола тұра әкесі тек ұрып соғып өсірген екен. Өскен сайын тым қатыгез болыпты. Қалған үшеуінің тәрбиесі де сондай екен. Осыны айтып келгенде мен ойланып отырып, сосын Жанатқа қарап, төртеуіне де мына сөзді айтып көр. Сендер әкелеріңнің байлығы мен ақшасына сеніп отырсыңдар, ал ол байлық пен ақша таусылғанда не болады? Сендерді құтқарған әкең қалған өміріңде бетіңе баспай ма? Олар құтқара да алмайды, бекерге шашылып қояды. Қанабек тірі, ол басынан не өткенін айтып берсе, іс жабылып сотқа өтеді.
Сендер өз жазаларыңды аласыңдар. Жазаланбай қалуларың мүмкін емес. Сол көзде өздеріңе қиын болады. Дедім. Осы сөзден кейін бірінші болып Қайрат мойындап бізге көмектесті. Ол фотографты Надираны суға лақтырғанда байқап қалып, кім екенін анықтап, сосын ұстап алып, особнякқа әкелген. Қинау процесінде болмапты. Қызды зорлағанына өкініпті. Қанабек қанша қиналса да фотолар қайда екенін айтпапты. Қанабектің пәтерінен заттарды алған Қайрат екен. Ол жерде өз суреттері жоқ болған соң қинай берген. Соңында саусақтары кесілген соң бейшара Қанабек алда берген туралы айтыпты. Қайрат алда бергенді күтіп жүріпті, соны айтып ағынан жарылыпты. Санжар жылай беріпті. Мерей бедірейіп той жасаған жігіт жақ ашпапты. Қанабек сөзге келіп сұраққа жауап бере алатын кезде бастықтардың көзінше не болғанын толық баяндады. Жанат айғақтарды дәлелдеп жеткізіп сотқа тапсырыпты. Іс сотқа өткенмен бірден жабылмады. Мерейдің әкесі мықты дөкей болып шықты. Ол барынша бұрмалап істі өзгерткісі келіпті. Санжар, Қайрат та мықтылардың ұлдары екен. Мықты болғанда сол кезде Совет үкіметі құлаған соң біраз нәрсеге ие болып байығандар. Жеке жерлер мен дүкен, жеке меншік мекемелерге ие болып арзан жұмысшы ұстап, халықты жеп жүрген жауыздар. Олар істі Дулатовқа өткізуін сұрапты. Дулатов та дайын іске тік қасық болуға бас тартпай, менің бастығыма істі мен аяқтайын, аудан біздікі, жоғалған адам да біздікі деген екен. Менің бастығым, қыздың өлі денесі біздің ауданнан табылды. Бар істі қопарып шығарған менің жігіттерім. Болмайды. Соншама еңбектерін саған бере алмайым. Бұл заңға қайшы. Ерлан науқас қой. Ерлан науқастанып қалса, Жанат бар, сол аяқтайды, деп көнбепті. Жоғарыдағылар менің бастығымды қолдапты. 4 қаскөй жігіт те қамауға алынып, изоляторда 1 жыл 4 ай жатты. СИЗОда. Қайта-қайта іс қаралумен созылып, 1 жыл 4 айға жетті. Сол аралықта мен де жұмысыма оралдым. Ереке, қалың жақсы ма? Жұмыс жасауға дайынсың ба? Деді бастығым. Басеке, рахмет. Жағдайым жақсы. Істі аяғына жеткізіп, сосын жұмысымды ауыстырсам, отбасыма да керекпін, дедім. Сен жұмыстан шығуға асықпа. Дәрежеңді көтеріп, бас тергеуші етіп кабинетке отырғызам, деді. Ой, Басеке, кабинетте отырып қағазға қадалатын жан мен емес. Маған денсаулығыма байланысты көп жүру керек. Таза ауа қажет. Сосын ең бастысы жүйкенің тыныштығы, дедім. Келесі сот болғанда Қанабек те келді. Ол күшін жинап келген еді. Достары да сот залында болып, бар шындықты ашық айтып берді. Сот: Шалабаев, сіз қызда келіп суға тастағанын фотоға түсіріп алып, неге полицияға хабарламадыңыз деген сұрақ қойды. Қанабек еш саспастан: фотосуреттің алғашқы мен түсірген кадрларына қарасаңыз, мен ағаш арасында доп-домалақ болып әдемі көрініс беріп тұрған ай бейнесін алыстан бірнеше рет түсірдім де, не түсіргенімді анықтап қарамастан досыма асықтым. Фотоаппаратты досыма бере салдым. Досым алда берген араға біраз уақыт салып, суретті қарап отырып, төмен жағындағы жайтқа көңіл бөлген. Ол өзі суретші болған соң мән берді. Жай адам ондайға мән бермес еді. Егер де мен фотоаппаратымды алда бергенге бермей, өзім үйде қарасам, міндетті түрде сол кадрды көрер едім. Сол кезде бірден полицияға барар едім, деп тоқтады. Дәл уақиға болған жерге, дәл сол уақытта қалай тап болдыңыз? Мен сол таулы аймақта сағат 2-ден жүргем. Ол жақтарға жиі барып түрлі кадрлар түсіретінмін. Алда бергенге берген аппаратым жаңа фотоаппарат еді. Күндіз ескі аппаратпен түсіріп жүрдім де, күн батып ай шыққанын тосып, дәл сол ағаш арасына көтерілгенін күтіп, жаңа фотоаппаратыма түсірдім. Жаңа аппаратты тексеріп алдым да досыма бардым, деп жауап берді. Қаскөйлерге неге бірден шындықты айтпадыңыз? Әдеп ұсталғанда қай кез, қандай сурет екенін түсінбедім. Олар пәтерден пленка, негатив, соңғы шығарылған суреттер мен фотоаппаратымды әкелгенде өлдім деп ойладым.
Ол жерде жоқ болып шыққанда қулыққа барып, қандай кадр екенін түсінбесем де, досыма бердім. Егер мен 20 күн жоқ болсам, апаратын жерге апар деп айттым дегенмін. Одан кейін досың қайда, ол кім деп азаптады. Сонша азапқа шыдап жатып нені тостыңыз? Анам мені іздейді, анам мені табады деген сенім болды. Ақыры алда бергенді айттыңыз. Алла бергенге деген үмітім болды. Ол сол үмітімді ақтады. Достарымның іздейтініне де сенгенмін. Олар мені іздеді. Қылмыскерге қандай жаза бергенін қалар едіңіз? Ең ауыр жазаны бергеніңізді қалаймын. Рахмет, деп сот қысқа қайтарды. Бұл жолы менен де сұрақ алынды. Алдабергеннен де сұрақ алынды. Мерей мен Санжар және тойы болған жігіт маған қарсы арыз жазған екен, ұрды, қинап, мойындатты депті. Жанатты да біраз сүйрелепті. Сот маған неге қол жұмсадыңыз деді. Әділетті сот. Сол жердегі жағдайды көргенде жаным түршікті. Жас жігіттер неге сонша қастандық жасаған? Сіздер Надира қыздың қаншалықты азапталғанын суд эксперттің сараптамасынан оқыдыңыздар. Осы төртеуі қаршадай қызды сол жертөледе ұстап ойларына келгендерін жасаған. Бұлар нашақор, болмаса маскүнем емес еді. Дені сау жігіттер бола тұра сондай жауыздыққа барғанына қаным қарайды. Сол үшін қол жұмсадым. Айыптаушылардың ата-аналары бұларды науқас деген ақпарат беріп, соған байланысты медициналық анықтама келді. Сіз соған келісесіз бе? Келіспеймін. Бұлар дендері сау, еріккеннен іштері пысқан байсымақтардың күшіктері. Ол анықтама түк емес. Қорғау орнында да арнайы адам ағзасын зерттеп өз анықтамасын беретін мықты дәрігерлер бар. Сол жер бұлардың ақыл есі дұрыс екенін дәлелдейтініне сенімдімін, дедім. Жақсы, отырыңыз, деді сот. Сот тағы 2 айға созылды. Сол аралықта жылай беретін Санжар жүйкесі шыдамай асылып қалды. Ақыры сот болып, қалған 3 жігіт ұзақ мерзімге қатал режим колониясына жабылды. Той жасап, қыз өлімі болғанын біле тұра жасырған байсымақ та 5 жылға сотталды. Особнякты күзетіп ішінде сұмдықтар болып жатқанын көре тұра айтпаған бір күзетші 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Екінші күзетші іске көмектескен үшін босап шықты. Мерейдің әкесі де істі біле тұра кедергі жасаған үшін 5 жылға сотталды. Осылай іс жабылып, мен де бұл жұмыстан шығуды жөн көрдім. Бастығыма кіріп арыз жазып едім. Ереке, біраз демалыс күндеріңді алып отбасыңмен болып, жақсылап тынығып алсаңшы. Сен бізге ауадай керексің, деп арызымды ысырып қойды. Бөлімше алдында ойға батып тұрдым. Ерлан, қарағым, деген дауысқа қарасам, Қанабектің өгей әкесі мен анасы екен. Көздері күлімдеп, құшақтарын жая амандасты. Саған алғысты айта алмадық. Қанабегімді уайымдап ауруханадан шыға алмадым ғой, деді әйел қолымнан сипап. Мен сіздерге алғыс айтам. Сіздер маған Құдайдай сендіңіздер. Құдайым маған жол көрсетті, дедім. Иә, құрметті оқырман қауым, бұл уақиғаны зерттеп, толық аяқтап шығуға темірдей жүйке қажет болды. Жазып болғанша менің жүрегім ауырды. Баршылықта, тоқшылықта өскен 4 жігіт мейірім көрмегеннен қара ниетті болып кетті ғой. Олар жауыздықты, қатыгездікті өз отбасынан көрген соң басқаға көрсету арман болғандай. Әкенің берген аяусыз тәрбиесі еді. Әкелері барды, іш, жек, кейін қыдыр, сендер байдың баласысыңдар деп еріктеріне қойып берген. Абай атам айтқандай, жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын деген дәл осыларға айтылған. Ерлан марқұм ашқан бұл іс оның денсаулығына қатты әсер етті. Осындай істі ашқан Ерланға алғыс айтайық. Еңбегін елеп, ізін басқан жігіттерге Құдайым төзімділік пен денсаулық берсін дегім келеді. Аман болыңыздар ағайын. Құрметпен, автор
Жеңіскүл Тұрсынбаева. Әңгіменің соңы. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.